Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 70-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. Бірінші тапсырма: ауызша есепте және жауаптарын өсу ретімен орналастыр. Сонда сен Әлия тұратын қалада қандай фабрика бар екенін білесің. Демек, ауызша есепте деп тұр. Мен сіздерге есептің мәнін көрсетіп кетемін. Осыған қарап, өсу ретімен орналастырып, қандай фабрика бар екенін білетін боламыз. Демек, бірінші, мына жерде кішкентай саннан бастаймыз. Мысалы, мына жерде 4-тен бастаймыз. Мына жерде 66 мыңнан бастаймыз. Және осы 66 мыңнан бастап үлкен санды ретімен жазып кете береміз. Сол кезде бірінші мына жерден тоқыма деген сөз шығады. Екінші графадан фабрикасы деген сөз шығады. Демек, Әлия тұратын қалада тоқыма фабрикасы бар екен. Келесі тапсырма: есеп сызбасына қара. Берілген мәліметтер нені білдіреді? Есепте нені табу керек? Есепті шығару жоспарын құрып, оны шығар. Бұл жерде шалбарға 90 дана, жейдеге 60 дана берілген. Демек, бұл жерде жейдеге 60 метр артық мата жұмсалыпты. Енді осының барлығына бізде 300 метр мата жұмсалған екен. Шалбарға 180 метр, жейдеге 120 метр мата жұмсалған екен. Келесі есеп: бір көзеші 1300 теңге, ал екіншісі дәл осындай бұйым жасай отырып 1950 теңге табыс тапты. Екіншісіне қарағанда бірінші көзеші 2 бұйым кем жасаған болса, онда олардың әрқайсысы қанша бұйымнан жасаған? Бірінші көзеші 4 бұйым жасаған, екінші көзеші 6 бұйым жасаған екен. Келесі тапсырма: досыңмен есепті шығару жоспарын құр, оны шығар. Киім тігетін шеберханада ұзындықтары 96 метр және 84 метр 2 орам мата болды. Олардан көйлектер тігілді. Бірінші орамға қарағанда екінші орамнан 3 көйлек кем тігілді. Әр орамнан барлығы қанша көйлек тігілді? Демек, бізде 96 метр матадан 24 көйлек шығады екен. Екінші орамдағы 84 метрлік матадан 21 көйлек шығады екен. Және 24-тен 21-ді алып тастағанда 3 шығады. Демек, 3 көйлегіміз кем тігіліп тұр. Берілген сандарды дөңгелекте: ондықтарға дейінгі сандар, жүздіктерге дейінгі сандар, мыңдықтарға дейінгі сандар. Осыны рет-ретімен жазып аламыз дәптерімізге мұқият. Келесі тапсырма: өрнектерді жазбаша есепте және оны тексер. Бұл жерде сіздерге баған түрінде көбейту, бөлу, қосу және азайту 4 амал түрінде есептер берілген. Баған түрінде дәптерге жазамыз. Келесі тапсырма: туристер 2 бағытты таңдады. Біріншісі Көккөл, ең ірі тау сарқырамаларының бірі. Оған апаратын жолдың ұзындығы 35 километрді құрайды. Туристер атпен 5 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Бұрқат асуына дейінгі жолдың ұзындығы 51 км. Бұл асу Сібір мен Азияның жануарлар әлемін мекендейтін жер. Өтуі қиын асуда аттың жүру жылдамдығы 3 км/сағат. Қай жолда туристер көбірек және қанша уақыт артық жұмсайды? Бұл жерде 10 сағат артық кеткен. Біріншісінде 35 километрді 5 сағат атпен жүретін болса, Бұрқат асуында атпен 3 сағат километр жүреді екен. Демек, бізде бұл жерде Бұрқат асуының жолының ұзындығы көп және қиындау деген сөз. 3 сағат жүріп тұр. Сонда жауабы бізге 10 сағат артық жүреді екен. Келесі тапсырма: теңдеу. Бұл жерде теңдеу берілген. Бірінші теңдеудің белгісіз мәні 89.926-ға тең. Екінші теңдеудің белгісіз мәні 70-ге тең. Үшінші теңдеудің белгісіз мәні 4496-ға тең. Төртінші теңдеудің белгісіз мәні 800-ге тең болып тұр. Келесі тапсырма: кесте бойынша өрнек құр және жаз, олардың мәнін тап. Бұл жерде сіздерге мәні берілген. Осыны орындаймыз. Орындағанда, мысалы, азайғыш, азайтқыш деп тұр. Бірінші көбейтуді орындап аламыз біз. Бірінші 305-ті 3-ке көбейтеміз. Бірінші және
сол санды, шыққан санды 1000-нан алып тастаймыз. 85 шығып тұр. Бәрінде осылай есептейміз. Бірінші көбейтеміз және аламыз. Бірінші көбейту немесе бөлу орындалады. Одан кейін барып қосасыздар, аласыздар. Есептің мәні толық берілген, түсініп мұқият дәптерге жазамыз. Келесі тапсырма: туристік саяхатқа бару үшін артық жанармай алып шығу қажет. Бактың пішіні ұзындығы 8 метр, ені 6 метр, биіктігі 4 метр болатын тікбұрышты параллелепипед тәрізді. Бактағы жанармаймен қанша 20 литрлік канистрді толтыруға болады? Бұл жерде бактағы жанармайға 9600 канистр кетеді екен. Келесі тапсырма: біздің ауданда 2 тауық фабрикасы салынды. Үлкен фабриканың ауданы 60 метр квадрат, ал кішісінің ауданы 40 метр квадрат. Олардың әр квадрат метрдегі құстарға бөлінген орын саны бірдей. Егер кіші фабрикаға қарағанда үлкенде 100 тауық артық болса, онда әрқайсысына қанша тауықтан болады? Үлкен фабрикада 300 тауық, кіші фабрикада 200 тауық болады екен. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.